Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Біз бүгін сіздерге тек бай адамдар ғана жейтін біртүрлі тамақтарды айтатын боламыз. Ла Бонот әлемдегі ең қымбат картоп. Бір келісінің бағасы $500-600 дейін жетеді. Бұл картоп неліктен қымбат? Ол қайда өсіріледі? Және біз үйреніп қалған картоптан несімен ерекшеленеді? Ла Бонот картоптары Францияның Атлант мұхит жағалауында Венде департаментінде орналасқан Нуармути аралында өсіріледі. Ла Бонот Нуармути аралының табиғатына байланысты басқа еш жерде өсірілмейді. Ал Нуармути өте шағын алқап болғасын, бұл картоп аз, сондықтан Ла Бонот бағасы өте қымбат. Ayam Cemani Индонезиядан шыққан тауықтардың сирек кездесетін сәндік тұқымы. Әлемде 20 миллиард тауық бар, ал Ayam Cemani осы тауықтардың ішіндегі ең сирек кездесетін және ең қымбат тауықтардың бірі. Ayam Cemani тауығының еті әр елде әр қалай. Өзінің нақты бағасы $200, ал ақш-та Ayam Cemani'ді $2500 сатады. Бұл $1.200.000 теңге. Ayam Cemani'дің тек сырты ғана емес, ішіндегі еті де қап-қара. Golden Phoenix. Бұл десерт нағыз шейхтар жейтін десерттің бірі. Өйткені бір десерттің бағасы $1000, ал бастапқы бағасы $28,000 болған. Бұл шамамен 13 миллион теңге. Жай бір десерт үшін 13 миллион теңгені берер медіңіз? Неге сонша қымбат десеңіз, өйткені бұл десертке қосатын дәмді дақылдар әртүрлі мемлекеттен алып келінеді. Мысалы, кілегей қаймақ осы десерт үшін соны Ұлыбританиядан Дубайға келеді. Ал сыртындағы әрленген алтындарды өтірік деп ойлап қалмаңыз. Олар жеуге болатын нағыз алтындар. Сонымен қатар осы десертті жеу үшін 2 күн алдын тапсырыс беруіңіз қажет. Өйткені бұл 2 күн дайындалады. Әлемдегі ең қымбат және мүмкін ең дәмді жүзім Рим рубині. Бұл сорт жақында ғана пайда болды және Жапон нарығына премиум ретінде кірді. Рим рубині тек Жапонияда Исикава префектурасында өсіріледі. Жүзімнің сапасы өте қатаң қадағаланады. Егер жүзім 30 граммға дейін өссе, ал ондағы қант 22% болса, онда мұндай жүзім премиум болады. Мұндай жүзімнің кәдімгі шоғыры шамамен $9,000 тұрады, премиум $11,000, ал жай ғана бір жүзімді $250-300 сатып алуға болады. $300 жүзім сатып алар медіңіз? Юбари күн шығыс елінде патшалық деп саналатын қауын. 2018 жылы бұл сирек кездесетін жеміс Саппородағы аукционда рекордтық бағаға $29,000 сатылып, әлемдегі ең қымбат қауын атанды. Бұл сортты өсіру процесі өте көп уақытты қажет етеді. Юбари шамамен 100 күнде піседі және күнделікті күтімді қажет етеді. Жемістердің пісуі үшін жылыжай жағдайында жемістерге қажетті температураны сақтайтын климаттық бақылау қажет. Ең тәтті жемістер жылына бір ғана жеміс бере алатын ағаштарда өседі. Жемістер күн сайын дымқыл шүберекпен сүртіліп, күн сәулесінен қорғайтын арнайы қағаз қапшықтармен киіледі.
ақ трюфель сирек кездесетін, сондықтан өте қымбат саңырауқұлақ. Деликатес диаметрі 10 сантиметрге жететін дөңгелек түйнек. Оның түсі жасына қарай ашық ақтан қызылға дейін өзгереді. Тек жабайы өсетін саңырауқұлақ бағаланады. Оны табу өте қиын. Оның денесі бірнеше сантиметр тереңдікте жерге жасырылған. Іздеу үшін арнайы үйретілген жануарлар пайдаланады. Иттер мен шошқалар. Көк тунец. Бұл балықтың бағасы өте қымбат. Бұл балықтың етін тек нағыз бай адамдар ғана жей алады. Мысалы, Кийосаки Мора. Ол бұл балықты 3 миллион 100 мың долларға сатып алған. Теңгемен алсақ, 1 миллиард 494 миллион 448 мың теңге. Осыншама ақшаға жай бір балықты сатып алу ақылға қонымсыз. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыз. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұрхамит. Қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.